Абзал мен Мадина бәрі бітті, Сара үшін. Мадинаға басы кеткен Абзал бар шындықты жайып салды. Абзал Харди көрерменнің көкейінде жүрген көптеген сұрақтарды боямасыз, бұқпасыз жайып салды. Абзал Instagram әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Мадина жайлы желі қолданушылардың сұрақтарына жауап берді. Абзал, әркіммен бір қоса бермеңіздер. Мен өзіме кім керегін білемін, деді Абзал Харди. Еске салайық, қосылайықтың жаңа қатысушысы Абзалды көрермендер Мадинаға қосқан болатын. Мұны көрген Абзал әрі қарай Мадинамен бірге суретке түсіп, Мадинаның көзінен таймай жүрді. Ол тіпті Мадинаны үміткерден қорғаған болатын. Енді Абзал күтпеген жерден осындай шешімге келді. Желі қолданушылары жарыса жазды. Абзалдың Сараға деген сезімі өшпеген. Абзал әлі де Гүлсараны ұмытпаған, деді көрермендер. Естеріңізге сала кетейік, Сара қызымыз Абзал қатысушы болғаннан кейін әлеуметтік желіде белсенді. Instagram және басқа желілерден жоғалып кеткен Сара қазір барлық желілерде белсенді. Ол күн сайын тікелей эфирде көрермен сұрақтарына жауап беріп жатыр. Сара тіпті күн сайын тікелей эфирде Айсұлтанмен бірге кіреді. Олар бір-бірімен сағаттап сөйлеседі. Сара қызымыз Айсұлтанға үміткер ретінде келу мүмкіндігін де жасырмады. Желі қолданушылары тағы да жарыса жазды. Сараның қосылайыққа келуі әбден мүмкін Абзалды қызғандыру үшін. Бұлардың әдеттері ой Сара келсе артынан Абзал келеді, Абзал келсе артынан Сара келеді. Бұрынғы сценарий ой қатесіз. Сара әркіммен сөйлесіп қадіріңді кетірме Айс деген керек емес. Айсұлтан Сара апаң болады. Сара қосылайыққа қайта келсең, қадірің кетеді. Есің болса келме. Сара ақылың болса қайтып келуші болма. Жұрттың мазағына қаласың. Жасың болса біраз жерге келді. Не болса да теңіңді сырттан тап. Айсұлтандікі жай хайп қой, деді көрермендер. Бірақ Абзал Сара үшін Мадинамен бастамай жатып бітірген. Абзал Сараны эфирге шақыра ма, ол жағы әзірге белгісіз.